Қарақалпақ халқының ұлы тұлғалары, көркем сөз шеберлерінің бізге қалдырған бейбаха мираслары қалбімізге зиян нұрын таратып, рухи азығымыз болып қызмет атқарып келатыр. Қаншама асырымларды басып өткен өтміш тарихымызбенен ұлы бабаларымыз үгіт насихатларын жәмлеген дөретпелердің әрбірі алтынға теңсіз. Қарақалпақ халқының қос бәйтерегі, Өзбекстан қаһармандары Ибраим Юсупов пенен Төлепберген Қайыпбергеновтың туылған сәнелерін әр жылы елімізде көтеріңкі тәрізде белгілеу дәстүрге айланған. Сөнбес жұлдызлар. Міне осы атамада Республикалық балалар кітапханасында әдеби кеше өткерілді. Өсіп кетірген жасаулатты мәнәуи тәрептен кәміллікке жетелеуде орны кіреулі болған ұшырасуда сөзге шыққанлар 20-ші әсір Қарақалпақ әдебиятының көрнеклі уәкілдерінің дөретушілік минет жолы хақында балаларға көплеген қызыклы мағлұматларды беріп өтті. Өз халқымның жан суретін қосықпенен көздал етіп салса, һәм оның ықбал жұлдызын әлем көксінде басқалардан жоғарырақ, жарқынырақ жағып қойсам деген ниетлерменен балалығынан бастап Қарақалпақ халқының бай ауызекі әдебиаты үлгілерінен нәр алып өскен шайыр Ибраим Юсупов өз қосқыларыменен 1946 жылдары әдебият майданына қадем қояды. Қарақалпақ классиклерінің дөретушілігіменен жақыннан таныс ол шығыс әдебиятының жарық жұлдызлары, жаһан әдебиаты дүрданаларының шығармаларын құнтпенен үйреніп, 60 жылдан аслам уақыт ішінде бақыт лирикасы, күншығыс жолаушысына, ойлар, жеті асырым, дала арманлары, кеуіл-кеуілден су ішер, тумарис поэмалары, Йош, аласатлы дүния бұл, дұзлы самаллар, кеуілдегі кең дүния, беглігіңді бұзба сен сияқлы лирикалық қосқылары менен жолдас мұғалім, акация гүллеген жерде, актрисаның ықбалы, гілемші хаял хақында хақиқатлық, ескі фонтан ертегі, дала арманлары һәм тағы басқа поэмалардан, пьесалар менен либреттолардан, күріңлер менен очерклерден, критикалық һәм публицистикалық мақалалардан, әрқилы көркем аудармалардан тұратығын топламларды баспадан шығарып, көпшілікке танылды. Бұл дөретпелері шайырды тек қана әму бойының емес, ал бүткіл орайлық Азияның бүгінгі әдебият аспанындағы ең жарық жұлдызға айландырды. Ұлы сөздергері өз ана тіліне дүния жүзі халықларының атақлы шайырларының шығармаларын аудармалаған. Александр Сергеевич Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Вильям Шекспирдің сонетлерін, Омар Хайям рубайларын, Алишер Науаи һәм Хафыздың газеллерін, Байронның, Гетенің, Гейне, Шиллердің қосқыларын Қарақалпақ тілінде сөйлетіп, осы көркем аудармалары арқалы әдебиятымызға жаңа лирикалық формаларды, тема һәм образларды алып келіп, милли әдебиятымызды идеялық, көркемлік формалық жақтан әр тәреплеме байтқанлығы өткерілген әдеби кеше дауамында оқушы жастарға түсіндірілді. Ибраим аға Юсупов һәм Төлепберген аға Қайыпбергеновлар менің жеке өзімде бір үлкен орны бар, үлкен рөл ойнаған тұлғалар. Бірінші кезекте мен Ибраим аға Юсупов пенен төркінімде қоңсы болып өстім. Біздер кішкенеміз, ауылда, елде һәмме атын айтпай шайыр аға, шайыр дейтін еді. Сол бір отырғаны, тұрғаны, жүргені, жұмыстан әсте жүріп кетқалары, әсте сөйлейтілері, қандай да біздер үшін бір идеал еді, сондай бір образ. Біздер шайыр деген осындай болады екен ғой деген жасылығымыздан, қиялымызда сондай болды да, ағамыздың қосқыларын оқып, ядылап өстік. Төлек Қайыпбергенов ағамыздың өмірлік жолдасы Үміт апа Мамбетсаверова, бұрын бұл кісі мектеп дейміз, әзір номері 3 санлы мектеп, сол 3 санлы мектепте 1969 жылы басылауыш классқа бардық, сонда біздерге басылауыш класстан ұстазлық етті, әліппе үйретті, әріп үйретті Үміт апа Мамбетсаверова. Ол күнлері олар Репин көшесінде бір кішкене кірмелі шықпалы 2 бөлме жайда тұратын еді. Біздер кішкенеміз қой, бірінші, екінші класс, мұғалім кешігіп жатыр ғой деп шуырып үйіне бара беретін ек мектептің түбінде болғанға. Сонда менің ядымда қалғаны сол кірмелі шықпалы бөлменің ана бөлменің есігі жауық тұрады. Біздер сол келің балаларым келің дейді, апаменен бірге отырамыз, бергі бөлмеде шай ішеміз, су ішеміз. Бірақ ана бөлмеде машинкінің дауысы тық еш тынбайтұғын еді. Ағаңыз жазу жазып жатыр дейді. Сонда осы күндегі үлкен жазулардың, шығармалардың
фундаменті түбірі сол 2 бөлме жайда жазылған екен деймен да. Және мен сол күнде де көп дөретуші жастарменен ұшырасамыз. Сол кезде мен бәрі айтаман. Дөретуші Бердақ бабамыз айтады ғой, сөз ләхиден келді дейді ғой. Сондай демек дөретуші инсан үшін бір қандай да бір арнаулы шариат, мүмкіншілік шарт емес екен. Сен өзің ләхиден сөз келді ме, сол кірмелі шықпалы 2 бөлмеде де отырып, машинкілерді тықылдатып, үлкен ұлы шығармалар дөретуге толық мүмкіншілігің бар екен. Көркем дөретпелері менен бүткүл дүния халыклары әдебиятында аты танылған прозаик, Өзбекстан қаһарманы Төлепберген Кайыпбергенов өзінің күрүңлері, повесттері, романлары, драмалық, публицистикалық шығармалары менен 20 асыр Қарақалпақ әдебиятының рауажлануына салмақлы үлес қосқан ұлы тұлға. Секретарь, мұғалімге рахмет, суық тамшы, ұйқысыз түнлер, тәнха өзіңе мәлім сыр повесттері, соңғы хүжім, Қарақалпақ қызы, Қарақалпақ дастаны, көздің қарашығы, Қарақалпақтың өз қалпағы менен сырласуы, дәстүри романлары менен Қарақалпақнама, Қарақалпақпан тәуекелшімен, о дүниядағы атама қатлар, роман эсселері һәм Айдос баба, Сахра бүлбілі сияқлы драмалық дөретпелері менен милли прозамызды байтты. Оның әдебиятымызға алып келген үлкен жаңалығы Қарақалпақ халқының ескі тарихын бірінші болып көркем әдебиятта, соның ішінде прозаның ірі формасы болған романды жаратты. Қарақалпақ тарихи романына тикар салудағы қызметі антик әдебиятындағы Эсхилдің, Европа әдебиятындағы Вальтер Скоттың, рус әдебиятындағы Лев Толстойдың көркем әдебиаттағы орынлары менен бір қатар тұрады. Соның ұшында ол Қарақалпақ дастаны трилогиясы үшін мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды. Жазушы Төлепберген Кайыпбергенов повесть һәм романларында Қарақалпақ халқының милли өзгешелігін ірі образларда дөреткен болса, дәстүри емес жаңа формалық шығармаларында халықтың адал перзенті сипатында миллеттің ұлылығын көрсетпекші болады. Қарақалпақнама роман эссесінде Төлепберген Кайыпбергенов былай жазады. Мен өз шашымды айнадан көріп, өмір жолыма ұзақ пәм жіберсем, кеулім абыржиды. Шашларымның ағы артып баратыр. Демек, төгін азайып баратыр. Яғни, мей орталанып баратыр. Менің қайсы іслерімнің есабынан ақ шашларым бар. Білмеймен, кеулімде көмілжілік, дәрдесерлік. Бұл дәрдесерлік шаштың ағы үшін емес, осы уақытқа дейінгі хақиқи ісім қашан басланғанын білудің машғаласы. Атам менің әр сөйлескенінде адам сағира жасынан өткеннен соң 3 түрлі қарызбенен жасайды. Біріншісі өтмішінен қарыз, екіншісі бүгінінен қарыз, үшіншісі ертеңінен қарыз. Қайсы қарызыңа теріс қарасаң да өзіңді өзің қарғысқа сазуар қыласаң деп әңгіме басылайтұғын еді, ямаса барлық әңгімесін осы гәппенен аяқлайтұғын еді. Мен қалай жазушы болдым, бұл басқалар түге өзіме де жұмбақ. Расын ойласам, мен я бір отырыспада адамларға анекдотлар айтып күлдіріп, я даналықлар менен хайран қалдырып, болмаса біреу менен тартыста сөзге шешенлік етіп, ұтып шыққан күнімді еслей алмаймын. Қай іс туралы мейлі күйініш, мейлі сүйініш болсын, менің айтуым тиесілі пікірлер бәрі соңынан жекке жүргенімде, я үйге келіп жалғыз өзім кроватқа созылып жатқанымда есіме түседі. Осы пайтта түргеліп мені гәптен ұтқан адамға қайтадан барғым келеді, іләж қанша. Атамның уақытында пайдаланбаған қылышыңды тасқа ұрыр деп үйреткерлеріне сүйеніп өскенмен. Мал мөңірессе, адам сөйлессе, хәуір тарқайды. Ал мен болсам, ішімде пысқыған хәуірді сыртқа шығарып жеңілетейін десем, қасымнан мені түсінетұғын адам таппай, столға отыраман да жазаман. Оқыған кісі түсінетұғын жалықпайтұғын қылуға тырысып, қайта жазаман. Өшіремен, көшіремен, өшіремен, көшіремен. Бір күллері бұл жазғалыларын бір шығармаға арқау болып шыға келеді. Сөйтіп жазушы болған құсаймын. Кейде өзімнің бұл болжауларыма сенбейтұғын пайтыларым болады. Себебі жазушы болу аса шыдамлылықты талап етеді. Бұл шыдам сенде қалыплескен ойлардың шыдамлылығы. Сол ойларды өз уақытында қағазға түсіру үшін столда отыра білудің шыдамлылығы. Мен анамның насихатларына мәңгі садық едім.
бәлкім соннан жазушы болған шығарман. Әкемнің насихатларынан. Кімнің бос уақыты көп болса, барлық жәнжел соннан шығады. Ақыллы жігіттің сауа уақыты болмауы тиіс. Жазушы болу аса шыдамлылықты талап етеді деп атырыпты. Демек, сонша дәрежеде бүткіл дүнияға танылып аты Төлепберген Қайыпбергеновтың шығармалары. Сол кітапты көп оқығанлығынан, оны түсініп білгенлігінен осы дәрежеге келіп отыр. Соның ұшында біздер әр өткен сабағымызда Төлепберген Қайыпбергеновтың дөретушілігі, Шайыр Ибраим Юсуфтың дөретушілігі бойынша өткенімізде оқушыларға шығармаларын әр тәреплеме түсіндіріп барамыз. Қарақалпақ әдебиятында хасыл шығармалары менен өлмес із қалдырған ұлы тұлғалардың дөретушілігін үгіт насихатлау мақсатында өткеріліп атырған бұндай ұшырасулар мәніс мазмұны менен мәнәуи дүниямызды байтады. Себебі онда тарих, ұлы бабалар мирасы, милли өзлік, тұрмыш шынлығы, инсанилық фазилетлердің ең ағласы жәмленіп, санамызға азық, бойымызға таусылмастай күш-қуат інәм етеді. Демек, қос байтерегіміздің дөретпелері өсіп кетірған жас әулетті кәміл инсанлар етіп тәрбиялауда орны гіреулі саналады.